Сәлем, тоқыманы жақсы көретін ханымдар. Каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Асел. Бүгінгі мастер-класста әдемі көктем мезгіліне арналған беретка тоқитын боламыз. Бұл беретканы тоқу үшін бізге 1 сантиметр керек, крючок керек, нөмірі 2 крючок керек және жіп. Бұл Түркияда өндірілген турецкий жіп, Alize Cotton Gold Tweed деген. 100 граммда 330 метр. Бұл құрамы акрил мен хлопок. Бастамас бұрын расчет жасайық. Мен бұл беретканы окружность головы 50 сантиметр. Мына картинада бастың өлшем бірлігі мен және донышканы размерлері жазылған. Донышкасы 50 сантиметрдің. Мен осы картинадағы донышканың размерін алдым. 15-9 сантиметр болу керек. Жай шапкаларда бұл. Бұны мен 16 сантиметр деп алдым. Енді бұл беретканың, донышкасы 16 сантиметр болу. Берет деген сәл үлкендеу болып тұрады сыршағы. Енді осының мына жері бізге қазір бұл 16 сантиметрға мен 2,5 сантиметр қосып есептеймін. Сонда менде 18,5 сантиметр шығады. Мына жері менде 18,5 сантиметр. Ол бізде мына жер, 18,5 сантиметр. Жай тақия тоқитын болса крючокпен, онда біз 50 сантиметр болатын болса, бастың объемы, онда біз 16 сантиметр донышкамен тоқи береміз. Енді бұл беретка болғаннан кейін, беретка көлемді болады. Сол үшін 2,5-3-4 сантиметрге дейін қосады. Бастың объемына байланысты қосылады. Донышкасын столбик с одним накидамен 18,5 болғанша, 18,5 сантиметр болғанша тоқимыз. 18,5 сантиметр. Одан кейін барып узорға көшеміз. Бисмилля деп бастайық. Ең алдымен саусағымызға дөңгелек орап аламыз. Бір закрепляющий жұмыс жібімен петля жасаймыз. Енді 3 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3. Енді осы дөңгелектің ішіне 9 столбик 1 накидпен тоқуымыз керек. Мына көтерген 3 воздушный петлямыз 1 столбиктің орнын атқарады. Сонда біз 8 столбик 1 накидпен 8 столбик тоқуымыз керек. Ол үшін 1 накид іліп аламыз, дәл ортасына кіргізіп столбик тоқимыз. Столбик тоқу үшін ең алдымен іліп алған жібімізбен накидті бірге тоқимыз. Кейін крючоктағы 2 жіпті тоқимыз. Осылай барлығы 9 столбик с накидом болу керек. Осылай тоқып шығамыз. 9 столбик. Енді ортасындағы жіпті тартып, дөңгелегімізді 3-ші петляға соединительный столбикпен біріктіріп алғаннан кейін 2-ші қатарға көтерілетін 3 воздушный петля жасаймыз. Енді 2-ші қатарда әр алдыңғы қатардағы петляға, столбиктің петлясына 2 столбиктан тоқып прибавка жасаймыз. Соңында 2-ші қатардың соңында бізде 18 столбик накидпен болу керек. Бірінші воздушный петля көтерген дәл сол жерге тоқимыз. Келесі петляға тоқимыз. Әр петляға 2-ден тоқуымыз керек. 10, 12, 14, 16, 18. Енді бірінші көтерген 3 воздушный петлямыздың 3-ші петлясына біріктіреміз соединительный петлямен. Енді 3-ші қатар 3 воздушный петля. Дәл осы жерге 1 столбик 1 накидпен. Келесі бір петляға 1 столбик 1 накидпен. Одан кейінгі петляға 2 столбик.
Үшінші қатарда прибавка, бір столбик, прибавка, және бір столбик, прибавка. Осылай чередовать етіп тоқитын боламыз. Үшінші қатарда бізде 27 столбик болу керек. Енді үшінші қатарды біріктіру үшін бастапқы көтерген петляларымыздың, воздушный петляларымыздың үшінші воздушный петляға соединительный столбикпен біріктіреміз. Енді төртінші қатар 3 воздушный петля, накид, және тура осы жерге тағы бір столбик, бір накидпен. Енді бұл қатардағы прибавкамыз әр екі петлядан, екі столбиктан кейін прибавка жасаймыз. Прибавка жай тоқылған екі столбик. Келесі үшінші петляға прибавка. Осылай чередовать етеміз. Енді прибавкасыз екі столбик тоқимыз. Үшінші алдың қатардың столбигіне бір прибавка тоқимыз. Осылай чередовать етіп, төртінші қатарды тоқып шығамыз. Екі прибавканың ортасында екі бір-бірден ғана столбик, бір накидпен столбик болу керек. Бұл төртінші қатарда бізде 36 столбик болу керек. Енді төртінші қатарды бірінші, екінші, үшінші воздушный петлямен біріктіріп аламыз соединительный столбикпен. Енді төртінші қатарды 3 воздушный петлямен көтереміз. Дәл осындағыдай, дәл осы жерге біреу тоқимыз. Осы воздушный петля көтергенімізге бір столбик, сонда бұнда прибавка болды. Енді 3 столбик тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Одан кейін прибавка. Енді әр петляға бір-бірден 3 столбик тоқимыз. Келесіне прибавка. Тағы да 1, 2, 3 столбик. Келесіне прибавка. Осылай 5-ші қатарды аяқтаймыз. 6-шы қатарда ортасына, прибавкалардың ортасына 4 столбик тоқимыз. 7-ші қатарда 5 столбик тоқимыз. 8-ші қатарда 6 столбик. Осылай донышкасын өлшеп отырып, сіздерге керек размерге донышкасын тоқып аламыз. Одан кейін узорын тоқып бастаймыз. Міне қыздар, мен донышканы тоқып болдым. Бұл менде 18,5 сантиметр болды. Енді узорды тоқитын боламыз. Ол үшін ең алдымен 3 воздушный петля көтеріп аламыз. Дәл осы жерге тағы бір столбик накидым. 3 воздушный петля. Дәл осы жерге тағы 2 столбик с накидом тоқимыз. Енді 1, 2, 3 петляны қалдырып, 3 столбикті, төртіншісіне столбик с одним накидом тоқимыз. Тағы біреу тоқимыз. Енді 3 воздушный петля. 2, 3. Дәл осы жерге тағы 2 столбик, бір накидпен тоқимыз. Енді тағы 1, 2, 3 петляны қалдырып, төртіншісіне столбик, бір накидпен тоқимыз. Тағы біреу тоқимыз. 3 воздушная петля. Дәл осы жерге тағы 2 столбик с одним накидом. Сонда мынандай узор шығады. Бір петляға, бір основанияға 2 столбик с одним накидом, 3 воздушная петля, және тағы сол жерге, сол петля, столбикка 2 столбик с одним накидом. 3 петля қалдырамыз, төртіншісіне столбик с одним накидом. Біреу, екеу, 1, 2, 3 воздушный петля. Дәл сол жерге тағы 2 столбик с одним накидом. Осылай
міне осылай айналдырып тоқып шығамыз осы қатарды. Орталарына 1, 2, 3 петля тастап, төртіншісіне 2 бір накидпен столбик, 2 столбик, 3 воздушный петля, тағы 2 столбик бір накидпен 1 петляға тоқимыз. Осылай соңына дейін тоқып, мына жерге келгенде қосыламыз. Қатарымыздың соңында міне менде 1, 2, 3 петля қалды. Енді үшінші воздушный петляға біріктіреміз. Келесі қатар 2, 3 воздушный петля, накид. Енді мына гүл сияқты тоқы, енді осылардың дәл ортасына тоқимыз. Мына бір жерге. Бұл жерге де өзгеріссіз 2 столбик с одним накидом, 3 воздушная петля, және дәл осы жерге тағы 2 столбик с одним накидом. Накидтіліп аламыз. Енді келесі мына ортасына тоқимыз. Біз жаңа астыңғы қатарда 3 петля қалдырып кеттік. Сол 3 петля қалдырғанның ортасына тоқимыз. 1, 2, 3 воздушный петля. Дәл осы жерге тағы 2 столбик с одним накидом. Осы қатарды осылай тоқып шығамыз. Әр 2 веерочектің ортасына тоқимыз. 2 столбик с одним накидом, 3 воздушная петля, тағы сол жерге 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Осылай осы қатарды аяқтап шығамыз. Қатардың соңына келгенде бағана біз 3 воздушный петля көтергенбіз. Ол 1 столбик болып саналады. Енді біз соңғы арочкаға 2 столбик с одним накидом, 3 воздушный петля, тағы 1 столбик с одним накидом. Үшінші воздушный петляға соединительный петлямен соединять етеміз. Енді ортасынан кіргізіп, мына арочканың ортасынан кіргізіп, тағы бір соединительный петля жасаймыз. Енді 3 воздушный петля. Бұл да қатардың соңына келгенде мынау сияқты 4-ші столбик с одним накидом орнын атқарады. Бір арочкада бізде 2 столбик с одним накидом, 3 воздушный, тағы 2 столбик с одним накидом. Сонда бізде 4 болып тұр, 4 столбик. Қазіргі бастағанымызда дәл солай 4-ші столбик с накидымның орнын атқарады. Енді алдыңғы қатардағыдай жалғастырамыз. Дәл мені дәл ортасынан кіргізіп, столбик с одним накидом. 1, тағы 1, 2. Енді 3 воздушная петля. Қайтадан осы жерге 2 столбик с одним накидом. Осындай арочканың ортасына, екеуінің ортасына міне осы жерлерге тоқимыз. 2 столбик с одним накидом, 3 воздушный петля. 1, 2, 3. Дәл осы жерге тағы 2 столбик с одним накидом. Осымен 3-ші қатарды соңына дейін тоқимыз. Соңына келгенде мына жерден 2 столбик с одним накидом, 3 воздушная петля, 1 столбик с одним накидом. Содан кейін мына көтерген 3 воздушный петлямыздың үшіншісіне біріктіреміз соединительный петлямен. Осындай қатардан 1, 2, мынау қазір 3-ші қатар, 4, 5 немесе 6 қатар болу керек барлығы. Қыздар, мен осы узорды тоқып атқанның 6-ші қатар. 6-ші қатардың соңғы аркасына 2 столбик с накидом, 3 воздушная, 1 столбик. Енді көтерген 3 воздушныйымыздың үшіншісіне соединительный петлямен біріктіреміз.
Енді келесі петляға соединительный бекітіп 1, 2, 3 воздушный көтереміз. Накид. Келесі столбикке петляға 1 столбик с одним накидом. Накид іліп аламыз. Мына үшеуіне тиіспейміз, тоқымаймыз. Одан кейінгі мына петляға 1 столбик с одним накидом. Келесіге 1 столбик. Енді ортасындағы столбиктардың төбелеріне ғана 1 столбик с одним накидом тоқимыз. Мына воздушный петляларға тиіспейміз, бұларды тоқымаймыз. Келесі воздушный петлядан кейінгі столбиктің төбесіндегі петляның екі қабырғасынан да кіргізіп, былай осы жерге 1 столбик с одним накидом. Одан кейін келесіне 1, 2, 3. Екі воздушный петляның көтерілген узордың екі ортасында біз 1, 2, 3, 4 столбик с одним накидом тоқуымыз керек. Осы қатарды осылай соңына дейін 1 столбик с одним накидовпен тоқып шығамыз. Әр столбиктің басындағы петляға 1 столбик с одним накидом тоқимыз. Мына қыздар, енді жаңағы қатар тоқып болдық. Ол қатарда только столбик с одним накидом тоқып шыққамыз. Енді резинка тоқимыз. Ол үшін накид іліп аламыз. Міне 1 столбиктің крючокты астынан кіргізіп, столбикті крючоктың үстінде қалдырып осылай аламыз. Енді жұмыс жібін шығарып алып, столбик с одним накидом тоқимыз. Накид іліп алып, келесі столбикке крючокты тоқыманың ішкі жағынан кіргіземіз. Айналдырып, осы столбикті арт жағынан шығарамыз қайтадан. Жұмыс жібін тартып, столбик с одним накидом тоқимыз. Дәл осы екеуін қайталап тоқи береміз. Резинка тоқимыз крючокпен. Бірінші оңынан тоқимыз. Ол үшін крючокты столбиктің ортасынан кіргіземіз. Столбикті қалдырып, крючоктың үстінде осылай крючокты мына бетінен шығарамыз. Мына жерден кіргізіп, мына жерден шығарамыз. Енді жұмыс жібін тартып, бірінші 2 петляны, кейін 2 петляны тоқимыз. Накид іліп аламыз. Енді арт жағынан кіргіземіз крючокты, айналдырып шығарамыз. Ішкі жағынан жұмыс жібін тартып, осылай тоқимыз. Енді сырт жағынан, кейін іш жағынан осылай резинка бір оң бір теріс қып тоқып шығамыз. Міне қыздар, рельефный қып тоқып шықтым резинкаға бір оң бір терісінен. Соңғы столбикті оң тоқимыз. Енді бітіру үшін мына 1, 2, 3 воздушный петляға соединительный петлямен соединять етеміз. Біріктіріп аламыз. Енді 3 воздушный петля осы узорды жалғастырып тоқи береміз. Сыртынан қарап тұрған столбиктарды сырт жағынан дәл солай өзгертпей тоқимыз. Ішкі жағынан қарап тұрған столбикті крючокты тоқыманың ішкі жағынан кіргізіп, осылай ішінен тоқып аламыз. Бұл өзі резинка сияқты осылай жерліп, узор өзінің формасын ұстап тұрады. Бір ішінен, бір сыртынан осылай тоқимыз. Бір оңынан, бір терісінен осылай тоқып шығамыз. Енді осы резинканы қалағандарыңызша тоқисыздар. 4 қатар, 5 қатар баланың басына киіп көру арқылы өлшеп тоқысаңыздар болады. 4-5 қатар тоқығаннан кейін 3-ші воздушный петляға біріктіріп, береткамыз сонымен дайын болады. Осы резинканы енді тоқимыз. Дәл осылай. Міне қыздар, жаңа резинка тоқып бастадық. Бір оң, бір ішінен, бір сыртынан.
Содан міне соңғы қатары. Мен осыдан 5 қатар тоқыдым. Енді қыздар, егер мынаны беретті баланың басына кигізіп көрген жағдайда үлкен болып жатса, резинкасын қысқартуға болады. Мен 3-ші қатарда каждый 5 мынандай сыртынан қарап тұрған столбиктен кейін 6-шы столбик пен 7-ші столбикті бірге тоқыдым. Ол үшін не істейміз? Ол үшін сіздер санап аласыздар, қанша петляда қанша қысқарту керек. Мен осылай есептедім. Каждый 5-ші міне 1, 2, 3, 4, 5 сыртынан қарап тұрған 5 столбик sayым накидым. Тоқып алғаннан кейін ішкісін тоқыдым, іш жағынан кіретін. Енді мына біріншісін полустолбик тоқимыз. Осы екеуі крючокта қалады, 2 петля. Кейін мұны артынан тоққан тоқмаймыз, алдынан қарап тұрғанды дағы былай тоқып аламыз, полустолбик жартылай ғана. Осы крючоктағы 3 жіпті бірден тоқимыз, осылай қысқартамыз. Кейін артқы жағындағы столбикті тоқи береміз. Міне арт жағынан 1 столбик, міне мына жерден 1 столбик тоқимыз. Міне осылай сырт жағында тұрған, сырт жағына қарап тұрған столбиктардың 5 столбик тоқып алғаннан кейін, міне сыртына қарап ішкі жағындағында тоқимыз. 5 столбиктен кейінгі столбикті екеуін бірге тоқыдым. 2 столбикті жартылай тоқып алып, соңында 3 петляны бірге тоқимын. Осылай 3-ші қатарды солай убавка жасадым. Содан кейін 4-ші, 5-ші қатарды әр столбиктан тоқып, убавкасыз тоқып шықтым. Осымен мастер-класс бітеді. Осы соңғы қатар соңына дейін тоқып, 3-ші петляға соединительный столбикпен біріктіріп, артық жіптерін жасырамыз. Осымен береткамыз дайын болады. Осындай әдемі беретка шықты. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсылықта жолыққанша.